Сәлем достар! Бүгін мен сіздерге жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратпай-ақ жасауға болатын бисквиттің рецебін бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Міндетті түрде бұл бисквитті жасап көріңіз. Бисквиттің ортасы ешқандай да отырып қалмайды. Теп-тегіс болып, даже ісіп те кетпейді. Теп-тегіс болып шығады. Айта кетейін, бұл бисквитті мен 24 диаметрлік формада пісірдім. Мендегі биіктігі 5-6 сантиметрдей болып шықты. Ал егерде сіздер 22-лік диаметр 22-лік формада пісірсеңіздер, бисквиттеріңіз 8 сантиметрдей болып шығады. Алдыменен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды миксерлейсіздер. Қантымызды 2-3 бөлікке бөле отырып миксерлейсіздер. Қанты еруі керек, түйір қалып қалмауы керек. Видеода көрсетілгендей аппақ масса болғанша миксерлеп аласыздар. Сонан соң артынша сұйық майымызды да араластыра отырып, ұнымызды да дәл солай ситодан өткізіп аласыздар. Разрыхителімізді араластырып, осындай қасықтың немесе лопатканың көмегімен астынан айналдыра отырып араластырасыздар. Түйірлері қалып қалмауы керек. Көп те араластырып жібермеңіздер, отырып қалмауы керек масса. Сонан соң ыстық суымызды 2-ге бөле отыра массамызды араластырып аласыздар. Алдын ала пешті қыздырып қойыңыздар. 170 градуста 35-40 минуттай пісіресіздер. Жан жағына осындай пергаментті қағазымызды қиып, сәйкестендіріп, қиып алып, массамызды құйып, қызып тұрған пеште пісіріп аласыздар. Айта кетейін, пісіп болғаннан соң ағаш таяқшамен тексеріп көріңіздер, құрғақ шықса пісті деген сөз. Пісіп болғаннан соң қайтадан пешімізді өшіріп, піскен бисквитті ішіне салып қоясыздар. Кішкене бірақ пешіміздің қақпағын ашып қоясыздар. Толық жаппайсыздар. Бұл неліктен десеңіз, бұл бисквит өзінің формасын жақсы ұстауы үшін осылай жасайсыздар. Бисквитімізді толық суытып болғаннан соң арасын осындай 2-3 бөлікке бөліп, кремімізді жағып, тортыңыздың өз қалауыңыз бойынша сәндеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Видео осымен тәмам. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Сіздермен болған Салтанат. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.